Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін желтоқсанның 25-сі. Сабақтың тақырыбы қай ғимарат ұнайды? Какое здание нравится? Қай ғимарат ұнайды? Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Ескі старый, ескі, жаңа новый, жаңа, тұрғын житель, тұрғын, саябақ, парк, саябақ, көркі, красота, көркі, қонақтар, гости, қонақтар. Есіне сақта. Здесь даны личное окончание. Жіктік жалғаулар. Мен президент саябағына барамын. Я пойду в президентский парк. Сен президент саябағына барасың. Ты пойдешь в президентский парк. Сіз президент саябағына барасыз. Вы, вежливая форма, пойдете в президентский парк. Ол президент саябағына барады. Он или она пойдет в президентский парк. Оқы қайтала. Читай, повторяй. Қала тұрғындары. Тұрғын житель, а дар окончание множественного числа. Городские жители. Қала тұрғындары. Ескі қала. Старый город. Астана ерекше сәулетті жаңа қала. Астана особой архитектуры новый город. Оқылым, айтылым. 111 бет, 3 тапсырма. Мәтінді оқы, әр сөйлемге сұрақ қой. Прочитай текст, поставь вопросы к каждому предложению. Президент саябағы, Астананың көркі. Красота. Президентский парк, красота Астаны. Оған қала тұрғындары мен қонақтар жиі барады. Туда идут часто городские жители и гости. Саябақтың маңында ескі үй жоқ. Нету возле парка старых домов. Айналасында биік, әдемі, жаңа ғимараттар көп. Вокруг много высоких, красивых новых зданий. Ақорда бейбітшілік пен келісім сарайы саябаққа көрік береді. Ақорда, дворец мира и согласия придает красоту парку. 3 тапсырма, 113 бет, әр сөйлемге сұрақ қой. По тексту вы должны каждое предложение сделать вопросительным. Вместо выделенных слов мы поставим вопрос. Не Астананың көркі. Что является красотой Астаны? Не она Астананың көркі. Оған кімдер жиі барады? Туда кто часто ходит? Саябақтың маңында не жоқ? Значит, мы убираем ескі үй, старый дома, и поставим вопрос не. Саябақтың маңында не жоқ? И ставим вопросительный знак, сұрау белгісін. Возле парка чего нету? Айналасында жаңа биік убираем. Вставляем слово қандай. Айналасында қандай ғимараттар көп? Ставим вопрос. Вокруг какие зданий много? Убираем выделенные слова. Ставим вопрос. Нелер саябаққа көрік береді? И вопросительный знак, сұрау белгісі. Что придает красоту парку? Жазылым 4 тапсырма, 117 бет. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып сөйлем құра. Тиісті қосымшалар даны. Астананың сәулеті өте әдемі.
Архитектура Астаны очень красивая. Астанада әдемі көп қабатты ғимараттар көп. В Астане много красивых многоэтажных зданий. Саябақтың айналасында субұрқақтар бар. Вокруг парка есть фонтаны. Президент саябағы өте әдемі. Президентский парк очень красивый. Саябақта тұрғындар мен қонақтар демалады.